Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай көктемгі дәрумендерге бай редиск салатын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, подписаться етіп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Менің каналымды жоғалтпамас үшін. Және де сіздер де міндетті түрде жасап жеңіздер. Бізге қажетті көкөністер қырыққабат, қызанақ, қияр, редиска және аскөгіміз. Алдыменен қырыққабатымызды осынша ұзынша етіп, жұқалап турап аламыз. Мінекей осылай жұқалап ұзынша салам кетіп турап алдық. Енді осыны жайлап қолымызбенен мыжып аламыз. Ас қасықтың ұшымен шым-шым тұз салып, кішкене капуста, яғни қырыққабатымыз өлгенше осылай мыжып қоямыз. Аса қатты мыжбай. Ендігі кезекте редискімізді де ортасынан бөліп, жұқа етіп турап аламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Каналымнан басқа да ыстық тағамдардың, басқа да салаттардың, пирогтардың, тәттілердің рецептісін таба аласыздар. Мінекей редискімізді де туралды. Жаңа қырыққабатымыздың бетінен сала береміз. Келесі кезекте қиярымызды да ортасынан бөліп, осылай жұқалап турап шығамыз. Сіздер де міндетті түрде жасап жеңіздер. Дәрумендерге өте бай, нағыз көктемгі свежий салаттардың бірі. Ыстық тағамдармен жесеңіздер де. Мінекей қиярымызды да осылай турап алдық. Барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Келесі кезекте қызанағымызды да ортасынан бөліп, төртке бөліп, осылай жұқалап турап шығамыз. Қызанағымыз да туралып болды.
Енді аскөгімізді де чұқалап турап аламыз. Қаласаңыздар көкпияз қоссаңыздар да болады. Мен де балдар көкпиязды аса ұнатпаған соң қоспадым. Енді бұл салатты мен майонезбен жасап жатырмын. Сіздер сұйық маймен немесе оливки масло қойсаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Бізде балдар майонезбен ұнатады. Шым-шым тұз себеміз кішкене. 2-3 ас қасықтай майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзды абайлап салуға тырысыңыздар. Мен бағана капустада да, қырыққабатта да салғам тұзды. Майонезінде өзінің тұзы бар. Сондықтан өздеріңіздің татымдарыңызға қарай шым-шымдап салыңыздар. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса комментарияға жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Ас болсын. Сіздермен болған Ғалия. Келесі видеода кездескенше.